Ассалаумағалейкум ардақты сөйлеу жырау бағдарламасының көрермендері. Жалпы заманында сыпыра жырау, мен жыраумын, шөп басында қыраумын, хан қасында төремін, ханға кеңес беремін, бей ішінде биікпін, ел ішінде иықпын, сөз бар жерде жүйрікпін, өсек сөзден шырақпын деп сөзін толғаулатқан болатын. Бүгінгі біз қасиетті киелі Алатаудың бөктерінде Алматы қаласындамыз. Алматы қаласындағы Алатау дәстүрлі өнер театрының дәстүрлі әншісі, жыршы, сегіз қырлы бір сырлы азамат, кешегі Исатай Махамбет аталарымыз, балаларымыз дүниеге келген қасиетті киелі Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Үштөбе ауылының тумасы Тілек Базаров ағамыз. Бүгін біздің құрметті қонағымыз. Қош келдіңіз. Ой, рахмет. Сіздерге келгенімізге біз де қуаныштымыз. Жалпы енді осы жыршылық өнерге, жыраулық дәстүрлі ән өнеріне қалай келдіңіз? Ұстазыңыз кім болды? Осы қазақи саф өнерді жүрегіңізге, өзіңіздің болмысыңызға қалай қондырдыңыз? Ассалаумағалейкум, әуселесбек әлеумет, жалбек жамағат. Енді мына шақырып атқандарыңызға елеп ескеріп, төрін беріп, мына студияңыздың жатқандарыңыз көп рахмет. Мені Орал қаласы, Ақжайық ауданы, сол Үштөбе деген ауылдың тумасымын. Егеулі найза қолға алмасақ та, еңкеу жер шалып осы Алматыға өнер қуып келдік. Аллаға шүкір. Ұстаздарым енді бірінші ұстазым Нұраш Құлбаев деген атамыз. Ауылда сол елде күй үйрендім, ол кісіден бірінші бастап. Екінші Кәкім Қайрат дейтін ағамыз, дәстүрлі әнші, белгілі көрнекті өкілі, сол Батыс ән мектебінің. Қосыланов Айгүл апамыздан сабақ алдым. Сосын жыршылық өнерді жалпы Елдос Еміл ағамыз, Маңғыстаулық. Қысқаша сол. Жақсы, рахмет. Енді өзіңіздің жалпы жыраулық өнерді білесіз ғой, синкретті өнер. Жалпы жыраулардың бойында заманында хандық дәуірде бірнеше қасиет болған. Жалпы өзіңіздің той бастарымен де қалың халыққа танылғаныңызды білеміз. Жалпы өзіңіздің бойыңызда тек қана жыршылық емес, жыраулық өнердің бір бөліктері, қазіргі күнде асабалық қызмет, күйшілік өнеріңіз, актерлік өнеріңіз де бар. Сондықтан енді балыққа таяқ судан терең оңай дейді, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді. Сондықтан да жыршыға, термешіге, жыраулық өнерді насихаттап жүрген тұлғаға жалпы домбырамен сөзден қарағанда сол не нәрсені жырмен, саф өнермен жеткізген сияқты. Сондықтан да домбыраңызды көріп отырмыз. Рахмет. Аралбайдың сөз басы деген жырын айтып берейін. Жаңағы Елдос Еміл деген ағамыздың үнтаспасынан үйрендім. 7 жыл, 8 жылдай болған ба? Рахим сөздің басай боладай, осылайша бастасам көңілге сөзім қонадай. Жиналып келген қалайық, сөз сұрасаң біздей алтыннан, базарлы жерге келгендей басымды бұлдап тартынбаң. Мен бірақ қандарый кемерін соғып шалқыған, мәжілісті жерге келгенсің, тәңірімнен сөз бергенсің. Домбырамдай мынау қолға алып көңілдің шерін қозғайық. Мен бір жауап бастайын жырға, мен сүргін басқан ай, таусылмайтын сарқылы өзеннің қайнар тасқан ай.
алқалаған әлеумет ортаңызға зауқыды башарлап сөзді тастадай. Ей, көрмесе адам жат бұлар ағайын туған халқынан. Жақсы мен жаман айрылар сөйлеген сөздің парқынан. Айтсаң бір даусың ей ашылар, атамыз қазақ алшындан нешелер бұрын елдеткен. Дұшпанын жерге жастаған, жауынан қорқып саспаған, батырлар өткен басалған, қаруы қанға жасарған. Қайрасаң шықпайды қасиеті, азып бір туған нашардан авей. Ей, мынау жарасар. Ей, жан жаратқан Аллаға пенделік қиял ойладым басымды топқа салмаға. Ей, бұл жастықтың күнінде көптің бір көңілін қоштады мереке тойға бармаға. Ей, шықырасы бізгімнің бір күні бізде өлерміз. Ой, атамыз қорқыт сақтанып қала алмаптай ол да қайқырық жыл қашып да жүгіні сатан қарт болған неше жыл жүріп дарияда. Алла сіле шара жоқ қыл берген нұрдан нәрияға. Қайсадайың ұл туып жұмақтан нұрын тұтылған, заманнан заман озғалай тек жалғыз ақ сол құйдай өлімнен тірі құтылған. Табалмадым басқадан дүниенің шарлап бұрышынан. Ой, ақылы бар жігіттер шайтанның сақтан құлғынан. Адам болып біз жүрміз атамыз сафи адамнан. 18 мың қаламның нәсіп жерге шашылған, бір Алладан сөйлесе ер талабы ашылған. Тәуекелсіз тәубесіз ер қырсыққа шатылған. Ал сөзім бір дария тілшіміш ай, мен жігіттер алдыңдай бір азырақ сабырған сілтідейін жел сөздай. 5 күнде болса еркеңіз ау тұрғанда кетпей басыңнан ай. Бұл көкірек тасқан сынау жел соқса да басымнан. Ойласам дүние қызыл гүл, бұл фаниден мен бұл сазына қарай шақырған. Ойласам дүние бәйтерек, біз бір қонған бос тұрғай бұтағындау асылған. Кәлемнің соны 4 қарпай, қазіреті әлі аршылған. Күшім көпте болдағай көтерімдік талпынған. Ақылға салып ойласаң сол жақсының бірі жоқ. Бақиғаңай көшіп таусылған. Жақсы, рахмет. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың құрметті қонағы болған дәстүрлі әнші, жыршылық өнерді насихаттап жүрген Тілек Базаров ағамыз бүгін біздің құрметті қонағымыз болды. Енді өзіңіздің ізіңізден келе жатқан осы дәстүрлі ән өнерін меңгерем деген жыршыларға, болашақ жыршыларға, болашақ жырауларға айтар тілегіңіз болса мархабат. Иә, сәттілік тілеймін. Мен шәкіртім жоқ, бірақ ізімнен ерген інілерім бар. Баршасына қолына қу домбыра алып шаршы төрден қақсап жүрген қазақтың қай баласына сәттілік тілеймін, сағы сынбасын, өмірде бағы ашылсын. Өнер бүгінімен қызық қой, ертеңмен өміршең. Сол ертеңгі өнер сарқылмасын, ел аман, жұрт тыныш болсын деймін. Жақсы, рахмет. Қазақтың төл өнері, жыраулық өнер, жыршылық өнер асқақтай берсін. Кет бұғадай билерден кеңес сұрайтын күніміз болсын.